Жақында ғана көлік жүргізіп куәлігін алдым. Құдайға шүкір, ал болды қатер етпейтіп. Енді не істейміз, біз мына жақта тұрған оңай картасын шығарамыз да, оның орнына көлік жүргізіп куәлігін қоямыз. Кірімін кетті оны. Енді достар, теорияға біріншіден теориядан бастайық. Теориядан қандай приложение дайындалған дұрыс. Бірақ приложение сізге ұсынамын, ол Safe to Driving. Басқа приложение бәрін алып тастаңыздар, басқа дайындалған нәрсені бәрін алып тастаңыз. Тек қана осы приложение осы жетеді. Осыны мысалы 40 жинасаңыз, анадан 40 жинайсыз автосондағы экзаменнен. Сол болды, оны бітірдік. Анда екіншіден келетін болса, вождение. Вождениеде мысалы не нәрсені ескеру керек алдын ала. Ең бірінші автодром. Егер сіз қаттан тәжірибеңіз болмаса, мысалы енді не алып жатсаңыз, автодромы өте маңызды. Мысалы автодром үшін ең жақсы Ақсуат, өйткені ол жақта үлкен болады, кең болады. Кәдімгідей ешқандай қиындықсыз не алып өтуге болады. Ал егер саялға барады, көп саялда кішкентай, узкий, тар, еще бір қатты қарайды ол жақта, өйткені головной ол жақта орналасқан. Сондықтан ол жақта қиындау болады. Сонымен қатар подъем үлкен, ол жақтың механикасы мысалы слабый машиналары. Сеплен дұрыс не алмай істемейді. Механика да өте қиын шыны керек. Не болса да, ләжі болса, автоматпен тапсырған дұрыс болды. Барлық жақта. Бірақ автоматпен саялы да өте қиын, өйткені ол жақта габариті үлкен, ал механика габариті кішкентай. Егер бірақ көп бұзылады механика ол жақта. Енді тағы бір нәрсе, Ақсуат дедім ғой мен вождениеде. Ол жақта бірақ очередь өте көп болады. Сондықтан таңғы сағат 3-те бару керек. Бірақ та адамдар бар, қазір бүгін келіп, ертеңгі күнге очередь алып қояды. 140, 200, ояқта мысалы 80-нен көп болса болды, сіз үлгермейсіз, шыны керек. Ояқта да мысалы қуып қалады, сен болып қалады, сосын автомашиналары жүрмей қалады, анда-сондай нәрсе болып қалады, анда-санда. Сондықтан ерте барып алыңыздар, ол жаққа егер вождение тапсыратын болсаңыздар, ерте барып, дайындалып, очередь алып, алдын ала бір күн алдын немесе таңғы 3-те барып. Ояқтан өте оп-оңай, ешқандай қиынсыз өтіп кетесіздер. Сосын тағы бір нәрсе, мен өзімде тап болдым сондай жағдайға. Теория тапсыратын кезде, мысалы, бірден қатып бастады ма, база істемей жатыр десе, бірден дайын болыңыздар. Соткаңызды шығарып, өзіңізді белгілеген сұрақтарыңызды суретке түсіріп алыңыздар. Ертең мысалы, не алады, апелляцияға береді. Мен ондай емес, мына суретке осыны белгіледім, беректерге шағымданасыз, немесе осы автосонға шағымданасыз. Солай істеуге болады. Бірақ көп адамдар осылай ұшып кетіп жатыр. Белгілеген сұрақтар белгіленбеді деп, мынандай болып қадалып жатыр. Сосын жалпы осы тағы бір нәрсе ұсынарым, автошкола бар оқығандар, егер білмейтін болсаңыз, егер бұрын машина айдаған болмасаңыз, көлік айдамасаңыз, автошкола оқып, ол жақта оқығандар мені көріп жатыр, бірден тапсырып жатыр. Вождение несін, теориясын өте қатты қиын емес, ақша берудің қажет жоқ, оп-оңай, кәдімгідей бұрындағыдай заман емес, құлататын. Өзім Алматыда өзім куәгер болдым, тегін өтуге болады. Сонымен достар, комментарий жазып берсеңіздер, егер сұрақтарыңыз болса, немесе егер сіз қандай жолы егер сіз білетін болсаңыз, кеңестеріңіз болатын болса, қалай тез өтуге болады, мысалы, оңай жолы қандай, солай комментарий бөлісіп кетіңіздер. Жақсы сау болыңыздар, егер сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бірге болған егіз өтілі тағы да жақсы.